Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Қостанай облысында жантүршігерлік жол апаты болды. Қаза тапқандар бар. Қостанай облысындағы жол көлік апатынан 2 адам қаза тапты деп хабарлайды Массагет.кз тілшісі Алау сайтына сілтеме жасай отырып. 17 желтоқсанда сағат 20:20 шамасында Қостанай Сарыкөл автожолында Тобыл қаласынан 10 шақырым жерде Nissan автокөлігінің 61 жастағы жүргізушісі қарсы қозғалысқа жолағына шығып, Lada Granta көлігімен соқтығысқан. Бұл туралы өңірдің ПД баспасөз қызметі хабарлады. Апат салдарынан 2 көліктегі жолаушылар сол жерде қайтыс болды. Жүргізушілер әртүрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Осы факті бойынша полиция КК-нің 345 бабының 4 бөлігі бойынша абайсызда 2 адамның өліміне әкеп соққан ЖКЕ бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады деп хабарлады полиция. Аптаның басты оқиғалары мен пайдалы видеоларды көру үшін YouTube арнамызға жазылыңыз. Видеомыз кейіннен тарап, қажетті жерлер ету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.